Көккөлді өзен жағасында жап-жасыл роғай шалғында ақботаған өмір сүрген екен. Өрімге барлық балалар сияқты ол да қиялдағанды жақсы көретін. Ол күндердің бір күні әнеуін Сакиха тарихы туралы армандайтын. Сондықтан да таңның атысын күннің батысына дейін түрлі кітаптарды оқитын еді. Ол тарих пен география туралы кітаптарды мектеп кітапханасынан таңдап алатын. Сондай-ақ оның күлпәш шақ тұлпар, балабан бүркіт, бала бар сияқты өте сүйікті достары бар еді. Ол достарының қасынан, арман қиялынан еш уақытты қалдырмайтын. Егер сен, жас дос, Қазақстан деп аталатын елге саяхат жасауды ойға алып жүрген болсаң, сәт сапар. Достар шағын керуен боп тізіліп, соқпақпен сергек басып келеді. Олар шоқы үстіне шыққанда жолдың үлкен жартаста тірелгенін көрді. Жартау беті күнге күйіп қап-қара боп кеткен. Соған көне тотыққан тас бейне аспандап көтеріліп тұрғандай салт аттылар суреті салынған екен. Күнді тірі бейне тәрізді шуаққа бөледі. Суретті темір қашауымен тасқа ойып түсірген. Бұл Алматы облысындағы Тамғалы тастағы сурет еді. Жартастардағы мұндай суреттерді петроглиф деп атайды. Гректің петра, жартақ және глиф, ойып салу деген сөздерінен қосындысынан шыққан атау. Олар біздің елімізде өте көп,